Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы елді мекендер қандай болады, қала мен ауыл арасында қандай байланыс бар. Ал сабағымыздың мақсаты елді мекендерді түрлі белгілері бойынша ажырату. Балалар, қазір сабағымызды мына өлең жолдарынан бастаймыз. Қайырлы күн, табиғат, жайқалып өссін өсімдік, жайнай берсін орманымыз, биік болсын тауларымыз, сәтті болсын сабағымыз. Жарайсыңдар балалар, орнымызға отырамыз. Ал енді мына бейнероликке назар аударайық. Аға, ауылдан біреу келген бе? Дастархан үсті ауылдың тағамдарына толып кетіпті. Атам мен әжем қалаға шыққан жолаушыдан беріп жіберіпті. Ауылды сағынып жүргенде бұлары бір тосын сый болды ғой. Ауылдың қаймағы қаланыкінен әлде қайда дәмді ғой. Дәмді әрі қоюырақ. Аға, ауылда қаймақты сиырдың сүтінен жасайды. Ал қала дүкендеріндегі қаймақты қандай сүттен жасайды? Дүкендегі қаймақ та, айран да, сүт те сиыр сүтінен өндіріледі. Сүт қалаға ауылдардан жеткізіледі. Бірақ зауыттарда майын айырып алып, өңдеп, әртүрлі қоспалар араластырады. Пакеттерге құйып, сақталу мерзімін ұзартады. Сондықтан ауылдың сүтінен бөлектеу болады. Басқа тағамдар да қалаға ауылдан келе ме? Әрине. 4 түлікті ауылда бағып, еті мен сүтін қалаға жеткізеді. Балық шаруашылығы да ауыл шаруашылығының бір тармағы. Жейтін нанымыз, басқа да нан өнімдері ауылда өсірілетін бидайдан жасалады. Күріш те, жүгері де, күнбағыс та, қарақұмық та, тары да, қысқасы, егін шаруашылығы өнімдерінің бәрі де ауыл адамдарының тынымсыз еңбегімен келеді. Қалада осы өнімдер ұзақ сақтауға мүмкіндік беретін ыдыстарға салынады. Сондай-ақ олардан жаңа өнімдер жасалады. Мысалы, еттен түрлі шұжықтар дайындалады. Арнайы зауыттарда қант қызылшасынан қант өндіріледі. Жүгеріден, күнбағыстан, мақтадан өсімдік майы алынады. Кондитерлік фабрикаларда жеміс-жидектерден түрлі тәттілер дайындалады. Жеміс-жидектің шырыны құтыларға құйылып, дүкендерге жіберіледі. Қала халқының негізгі азығының бәрі ауылдан келеді екен. Ал қала ауылға не береді? Қаланың да ауылға берері көп. Жаңа айтылған қалада өндірілген жаңа өнімдер қалалықтармен қатар ауыл тұрғындарына да ұсынылады. Ауыл шаруашылығында қолданылатын комбайн, трактор және сол сияқты басқа да техника, оған қажетті құрал жабдықтар қала адамдарының қолымен зауыттарда жасалады. Қаладағы ғалымдар ауыл адамдарының жұмысын жеңілдету үшін түрлі жаңа технологиялар ойлап табады. Ауылда шаруашылықтың өнімділігін, яғни азықтың құнарлылығын, сапасын арттырумен де қаладағы ғылыми институттар айналысады. Ауылда жұмыс істейтін мұғалім, дәрігер, агроном, мал дәрігері, басқа да мамандар қаладағы оқу орындарында дайындалып, мамандық алады. Қысқасы, ауыл мен қала бір-біріне қызмет көрсетіп, бірін-бірі толықтырады. Демек, ауылсыз қаланың, қаласыз ауылдың күні жоқ екен ғой. Онда біз де ата-әжемізге рахметімізді айтып, ауылда табылмайтын керектерін алып беріп жіберейік. Тамаша ой салдың. Атам мен әжем мәз болып қалады. Қайталайық. Ауыл мен қала бір-бірімен тығыз байланыста өмір сүреді. Ет пен сүт, жеміс-жидектер, көкөністер, түрлі дақылдар бәрі де қалаға ауылдан жеткізіледі. Қалада осы өнімдер ұзақ сақтауға мүмкіндік беретін. Ал балалар, бұл бейнероликтен не түсіндік?
Дұрыс айтасыңдар, яғни бұл бейнероликте қала мен ауыл жайлы айтылған, ал қала мен ауылдың қандай айырмашылығы бар екен? Иә, дұрыс айтасыңдар. Ал енді мына суретке назар аударайық. Бұл суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, үлкен қалалар берілген, яғни Астана, Қостанай, Ақтау қалалары берілген. Ал балалар, бұл үлкен қалалардың қандай көрікті жерлерін көріп тұрсыңдар? Өте дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, экономика деген сөзді қалай түсінеміз? Яғни, экономика дегеніміз бұл адамдардың шаруашылық қызметі. Экономика салаларына өндіріс, ауыл шаруашылығы, құрылыс, сауда, көлік және тағы басқаларын жатқызамыз. Ал қазір, балалар, біз жұбымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін сендер өз жұптармен әңгімелесесіңдер. Ал әңгімелесу сұрақтары сенің тұратын жерінде экономиканың қандай салалары дамыған? Сенің облысында қандай өндіріс орындары дамыған? Сенің қаланда немесе ауылында не өндіріледі? Сенің қалан немесе ауылын туристерді немен қызықтыра алады? Сенің қаланда немесе ауылында қандай мамандық түрлері басым? Осы сұрақтарды қолданып әңгімелесейік. Өте жақсы, балалар, жақсы жұмыс жасадыңдар. Ал енді бір сергіп алайық. Сәлем, сәлем, шапалақ соғайық. Сәлем, сәлем, шапалақ соғайық. Көке керіліп, аяқты ұстайық. Айналып тұрайық, сәлем жолдайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Сәлем, сәлем, көке керіліп, аяқты ұстайық, айналып тұрайық, сәлем жолдайық. Сәлем, сәлем, шапалақ ұрайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Жарайсыңдар, балалар, орнымызға отырайық. Ал енді қазір топпен жұмыс жасаймыз. Яғни мен 4 топқа 4 түрлі тапсырма беретін боламын. Ал сендер сол тапсырмаларды орындайсыңдар. Яғни бірінші топ ауылдың сипаттамасын жазамыз. Мына кестені толтырайық. Көлемі, үйлер, көлік, экология, ауаның, судың, табиғаттың тазалығы. Осы кестені бірігіп толтырамыз. Ал екінші топ қаланың сипаттамасын жазамыз. Яғни дәл сол кестені толтырамыз. Ал үшінші топ еліміздегі қалалардың әрқайсының өзіндік көркі бар. Халқының санына қарай ірі және кіші болып бөлінеді. Үлкен қалалар 14 облыстың орталығы. Олармен ұшақ, темір жол қатынайды. Ол үшін оқулықтағы картаны мұқият қарап шығып, мына тізімді жалғастырамыз. Яғни облыс орталықтары, мысалы Атырау, Орал. Ары қарай жалғастырамыз. Темір жол өтетін қалалар Ембі, Қандыағаш. Оны да ары қарай жалғастырып жазамыз. Ал төртінші топ біздің ауылымыз немесе қаламыз қандай қалаға жатады? Өзіміздің ойымызды жазамыз.
Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ал енді сабағымызды қорытындылай келе, бағдаршам әдісін қолданамыз. Яғни, бағдаршамның бір түсін таңдап, жанындағы мәтінді толтырамыз. Қызыл түс сабақ барысында не көңілінен шыққан жоқ? Сары түс сабақ барысында не түсініксіз болды? Ал жасыл түс сабақ барысында не ұнады? Қандай тапсырманы жақсы орындадың? Жарайсыңдар балалар, сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Маған да ұнады. Рахмет сендерге, сау болыңдар.